Қайырлы күн, достар. Бүгін Pinduoduo приложениесін қалай қазақ немесе орыс тіліне аудару туралы сабақ болады. Ол үшін Pinduoduo приложениесін ашамыз. Кез келген товарды ашып көреміз. Ол үшін міне бірінші көрейік. Ол үшін мына батырманы басамыз. Сілтемені көшіріп аламыз. Google-ды ашамыз. Поискқа жаңағы көшірмемізді жазып аламыз. Отменить батырмасын басасыз. Мына жерден 86-ны өшіріп 7-ні бассаңыз, Қазақстанның коды шығады. Телефон номеріңізді жазасыз, қызыл батырманы басасыз. Мына жерге келісемін дегенді басыңыз. Міне сізге осылай код келеді. Осылай русский деп алсаңыз, жаңағы бетті сізге толығымен орысшаға аударып береді. Міне товардың бағасы қанша сағатта жібереді, отзыв, тіпті отзывтың өзін қазақшаға немесе орысшаға сізге аударып береді. Міне қандай магазин екені бүкілі орыс тілінде. Егер ақпарат пайдалы болса, каналға жазылып кетіңіздер. Бірақ, достар, бұл функцияның бір минусы бар. Ол Pinduoduo приложениесінен сіздің аккаунтыңыз шығып кетіп тұрады. Ол үшін қайтадан қызылды басасыз. Осылай код подтверждения келеді. Код подтверждениені басып, қайтадан Pinduoduo приложениесіне кіруіңіз керек болады.